Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін дәмі аузыңызда ерейтін сметаник пирогының жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен 300 грамм ұнды илектен өткізіп аламыз. Ұнның илектен өтуі өте маңызды. Ұнымыздың үстіне 15 грамм разрыхитель, 1 жұмыртқа саламыз және 100 грамм қант саламыз. Алдын ала бөлме температурасында ерітілген майымызды ұсақтап тұрып, 180 грамм сливочный масло саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен мұнда 3 пирогқа жасап жатырмын, сол үшін заттардың барлығында 3 есе көбейтіп жасап жатырмын. Дайын болған тестамызды 10-15 минутқа тынтып қойып қоямыз. Дайындап алған тестамыз кішкене тынғаннан кейін арнайы ыдысымызға салып, осылай жайып алып шығамыз. Теста жұмсақ болғандықтан қолымыздың көмегімен өте тез жайылады. Тестамыздың бетіне құятын салмасын дайындаймыз. Бізге 350 грамм сметана бізде 20% болу керек. Үстіне 100 грамм қант және 3 жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сметаниктің беті сарғы, желе аппақ болып пісуі, ол біздің жұмыртқамызға байланысты. Егер бізде жұмыртқамыздың сарысы прям сап-сары болатын болса, онда сметанигіміз өте әдемі болып шығады. Ал егер магазиннің фирманың жұмыртқалары болатын болса, онда бізде сметаниктің беті аппақ болып шығады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дайын болған салмамызды дайындап алған тестамыздың үстіне құямыз. Алдын ала қыздырылған печкада 150 градуста 40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін оны бірден ыдыстан шығармаймыз, оны әбден суығанын күтеміз. Өйткені бетіндегі салмасы тез сынып кетпеу үшін суығаннан кейін алсаңыздар, осылай өте әдемі беті бір тегіс болып шығады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер.